сәлеметсіздер ме, саршаяндар, менің туғандай жақын, сүйікті, қымбатты жандарым, сіздерге мамыр айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Ол толық айдан басталады. 1 мамырда толық ай сіздің белгіңізде, саршаян белгісінде, жұлдыз жорамалыңыздың 1-үйінде болады. Бұл өте маңызды толық ай. Жалпы мамырда 2 толық ай бар, бірі және 31 мамырда. Бірақ 1 мамырдағысы сіздікі жылына 1 рет болады, және сіздің жолыңызды, ниетіңізді айқындайды. Сіз өзіңізге сұрақ қоясыз: мен кіммін, мен не қалаймын, әрі қарай не істеймін. Бұл қарым-қатынас тақырыбына қатысты, өйткені 1-үй мен және басқалар осінде орналасқан. Бұл сіздің басқа адамдармен қарым-қатынасыңыз, дос, сүйікті адам, жұбай немесе қандай да бір ұйыммен байланыс. Бұл толық ай сіздің өзіңізге деген көзқарасыңызды көрсетеді. Өзіңізді қалай бағалайсыз, басқалар сізбен қалай қарым-қатынас жасайды. Сіз шекара қоя аласыз ба, қажет кезде жоқ деп айта аласыз ба. Сонымен қатар бұл сіздің сыртқы келбетіңізге де байланысты болуы мүмкін. Стиліңізді, шаш үлгіңізді, жалпы өзіңіздің бір сыртқы бейнеңіз, ішкі бейнеңіз осыны айқындайды. Сондай-ақ шешімдер қабылдау кезеңі, спортпен айналысуды бастау, жаман әдеттен бас тарту, шаш бояу, құжат ауыстыру, тіпті тегіңізді өзгерту. 1-үй бұл бастама, жоспар, мақсат. Сіз не үшін, қандай мақсатпен әрекет ететініңізді анықтайсыз. Бұл толық айдың әсері мамырдың алғашқы аптасында, 1 мен 7 мамыр аралығында өте күшті болады. Тіпті 1 мамырға дейін сезілуі мүмкін. Барлық саршаяндар бұл әсерді сезінеді, бірақ әсіресе асценденті немесе айы 10 мен 12 градус шаянында орналасқан адамдар, немесе 3 мен 5 қараша аралығында туғандар қаттырақ сезінеді. Сонымен қатар қосымша жаңалықтар болуы мүмкін. Мысалы, жұмысқа, үйге, анаға немесе ата-аналарға байланысты. 4 мамырда Меркурий 7 үйге, яғни қарым-қатынас секторына кіреді. Сіз көп сөйлесіп, қарым-қатынас белсенді болады. Маңызды әңгімелер болуы мүмкін. 4 мен 18 мамыр аралығында сіз келіссөздер жүргізіп, клиенттермен жұмыс істейсіз, кездесулер көбейеді. Бұл романтикалық қарым-қатынасқа да байланысты болуы мүмкін, немесе достармен байланыс артады. Мүмкін түрлі ұйымдармен хат алмасу, жұмыс сұхбаттары, немесе риэлторлармен жиі сөйлесу болады. 6 мамырда Плутон сіздің басқарушы планетаңыз кері қозғалысын бастайды және 16 қазанға дейін жалғасады. Бұл өзгерістер кезеңі. Кейбір процестер тоқтап күтуге тура келуі мүмкін. Сіз шешім қабылдауды ұзақ ойлауыңыз мүмкін. Бұл өзгерістер 4 үйге қатысты болады. Бұл үй отбасы, жылжымайтын мүлік, көшу, иммиграция, үй сатып алу немесе сату, жөндеу жұмыстары болуы мүмкін. Бұл процестер бірнеше айға созылады. Мысалы, құжаттарды рәсімдеу, азаматтық алу немесе жөндеу жұмыстары қазанға дейін жалғасуы ықтимал. Сондай-ақ уақытша басқа жерде тұру немесе туыстардың сізге келуі мүмкін. 16 мамырда жаңа ай 7 үйде болады. Қарым-қатынас, махаббат, неке және серіктестік. Бұл жаңа адамдардың пайда болуы, жаңа келісім шарттар, жұмыс ұсыныстары немесе серіктестік бастамасы болуы мүмкін. Мысалы, жаңа бизнес серіктес, заңгер, бухгалтер немесе жеке өмірде жаңа таныстық. 18 мамырда Меркурий 8 үйге өтеді. Қаржы саласы. Бұл қаржылық құжаттар, несие, ипотека, мұра, сақтандыру немесе салыққа қатысты жаңалықтар болуы мүмкін. Сондай-ақ басқа адамдардың ресурстарын пайдалану мүмкіндігі пайда болуы да ықтимал. 19 мамырда Марс 7 үйге кіреді, ал 19 мамырға дейін Марс 6 үйде болып, жұмыс пен денсаулыққа қатысты белсенділік береді.
көп жұмыс, дәрігерге бару, анализ тапсыру сияқты жұмыстар. 19 мамырдан кейін Марс қарым-қатынас, келіссөздер және серіктестікке әсер етеді. Бұл кезең маусымның соңына дейін жалғасады. Бірге сапарларға шығу немесе серіктестікпен белсенді әрекеттер болуы мүмкін. 20 мамырда Венера 9 үйге өтеді. Бұл халықаралық байланыстар, сапарлар, шетел, мүмкін шетелдік адаммен танысу, романтикалық кездесу, сыйлық алу немесе алыстан ақша келуі де мүмкін. Сондай-ақ білім, университет, лекциялар, кітап шығару немесе сұхбат беру сияқты жағымды жаңалықтар болуы мүмкін. 22 мамырда күн 8 үйге өтеді, ал 18 мамырда Меркурий Уранмен қосылады. Бұл күтпеген қаржылық жаңалықтар. 22 мамырда күнде Уранмен қосылып, бұл әсерді күшейтеді. Күтпеген табыс, инвестиция ұсынысы немесе басқа қаржылық өзгерістер болуы мүмкін. 31 мамырда тағы да бір толғай болады. Ол екінші үйде, яғни ақша мен ресурстарда. Айдың басында қарым-қатынас маңызды болса, соңында қаржы тақырыбы алға шығады. Бұл толғай, табыс, жалақы, клиенттер немесе бизнес кірісі туралы маңызды ақпарат әкеледі. Мүмкін сатып алу немесе сату мәмілесі болады. Екінші үй өзін-өзі бағалау және дене. Сіз өзіңізді қалай бағалайсыз, қалай күтесіз, қалай тамақтанасыз, осы сұрақтар көтеріледі. Мүмкін спортпен айналысу немесе өмір салтын өзгерту туралы шешім қабылдайтын боласыз. Бұл толғай сіздің энергия деңгейіңізді де көрсетеді. Сіз өзіңізді шаршатып жібердіңіз бе, әлде жеткілікті демалып жүрсіз бе? Демалыс энергияны қалпына келтірудің маңызды бөлігі. Міне дәл осындай мамыр айы сіздерді күтір, қымбатты саршаяндар. Тағы да айта кететінім, егер сізде өзіңізге арнайы карта аштырғыңыз келсе, менің инстаграмыма тіркеліп жазылып, жекеге жазсаңыздар болады. Жекеге қай уақытта, қай кезде сізге ыңғайлы болады, сол уақытқа бірге келісіп, сол уақытта карта сізге арнайы ашып бере аламын жекеше. Және де алдағы уақытта әр планеталар туралы мысалы айтып отырамын ғой, сол туралы бірнеше видео әр планетаға не туралы білдіретін, және де кері қозғалыстар болған кезде не болатын, сондай мысалы айтып отырамын ғой, Меркурий ретроградты деген кезде ол нені білдіреді деген сияқты, сол сияқты мәселелерді басқа видеолар арқылы тағы да жазамын. Алдағы уақытта видеоларды күтсеңіздер болады. Сондай жақсы керемет мамыр айын тілеймін сіздерге, саршаяндар, сау болыңыздар.